Сәлем достар, қалайсыңдар? Бүгін сіздермен азаматтарды үйді жинап, мамама суп ішіп қойдық. Достар, бүгін маусымның 15-і болғандықтан біз мамамызға сюрприз жасап жатырмыз. Мамам туған күні маусымның 26-сы болады, короче, достар. Соған папам келе жатыр да, бейсенбі күні шығады. Кеше мамам мен папам сөйлескенде, папам мен мамам ұрсып қалды да. И потом мамам айтады папама: сен мен туған күнімнен кейін 27-сі келші дейді да. Содан папа я дейді. Мен папаға түнде хабарласам, ол ұйықтап жатады да. Мен бүгін енді сөйлесем, папамен бүгін шығатын шығар, енді жиналып жатыр Өскеменде, сөйтіп жиналып жатыр достар. Содан мен қандай сюрприз жасайтынымды қандай сюрприз жасайтынымды қазір қандай сюрприз айтатынымды білейін ба? Қазір мен ше қазір күте тұршы Нұрсұлан, біздің мысығымыз осы. Көрдіңіздер ғой, иә? Қазір мен жалғастырамын. Короче, осындай мамамды неге апарамын? Сол, короче, нандай Магнумға барып киім алып келіңіз деймін да. Сол кезде біз үйді әдемі қылдырамыз да. Папам келеді, бір жерде тығылады, паркингте машинамен. Сол кезде мамамды қуантып торт дайындаймыз да, дастархан дайындаймын, үйді жинап қоямын, тақпақ, өлең айтамын. Всем пока. Пока.